Сәлем, мен Еркем және сен каналымдасың. Көптен бері уже көріскен жоқпыз. Сондықтан да бүгін мен сіздерге деген өзім қалай осындай декоративный скотчтарды өз қолымызбен қалай жасауға болады, соны көрсететін боламын. Мен өткен жылдардан бері айтып жатқан болатынмын. Өзім лично жылдаған кезде осындай декоративный ленточкалармен сәндейтінмін. Енді осылай қалай жасау керек, соны барлықтарыңыз ойлап жүрген шығарсыздар. Сондықтан да дәл бүгін мен сіздерге дәл осы видеода осылай қалай жасау керектігін көрсететін боламын. Ең алдымен подписка, лайк жасауды ұмытпаңыздар, және де қоңырауды ұмытпаңыздар. Ал мен бастаймын. Так, достар, бастайық. Ең алдымен бізге осындай қағаз, ақ қағаз болу керек. А4 болса да не болса да, сосын линейкаменен қарындаш қажет болады. Енді біз өзіміз қалағанша, өзіміз қанша сантиметр аламыз, соны бәрін жасайтын боламыз. Так, менен декоративный скотчтың сантиметрі 1,5 сантиметр екен, сондықтан мен барлығын 1,5 сантиметр істейтін боламын. Себебі маған так күштірек көрінетін сияқты, өзіме ұнайды. Мен бүгін осылайынан ұзынырақ түрінен жасайтын боламын. Көріп тұрсыздар, негізі ені жағымен де істеуге болады, ана кішкентай жағымен. Бірақ мен ұзын жағымен істеймін, чтобы менде көбірек болды. Мінекей. Енді үстіп барлығын сызып шығайық. Барлық жағын мынақтарын үстіп сызып шығамыз. Мінекей, достар, мен барлығын уже сызып болдым. Көріп тұрсыздар. Енді біз өзіміз қалғанша, бұлардың өзіміз қалғанша декоратив етеміз. Яғни әртүрлі суреттер саламыз өзіміз қалғанша. Мен қазір мына екеу бір, 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 мына екеу бір ететін боламын. Осылай шығу үшін мен әрбір суретті екі-екіден салатын боламын. Яғни мына жаққа да бұл суретті, және астыңғысына да сол суретті салатын боламын. Так, бастайық. Ең бірінші менің суретім ол, давайте шие болады. Шие үшін бізге ең алдымен бізге қызыл қарындаш керек болады. Қызыл қарындашпен екі домалағын салатын боламыз. Немесе фломастермен де салуға болады. Мен дәл қазір қарындашпен салып көрейін. Бұлай екі домалақ саламыз. Қазір көрсетемін сіздерге, бұлай көріп тұрсыздар. Міне, осылай екі домалақ саламыз. После этого біз жасыл түсті екі қарындаш болады ғой, негізі ашық жасыл және қатты жасыл. Содан қатты жасылын аламыз да, бұлай сабақтарын жасаймыз. Можно өздеріңіз қалған жасылмен. Так, енді жапырағы үшін ашық жасылды аламыз да, жапырақтарын жасаймыз. Мінекей, примерно как-то так шығады. Енді барлығын осы линияны жасап болған кезек. Мінекей, достар, жасап болдым. Және мен барлығын фломастермен жасадым, себебі қарындашпен не очень көрінбейтін сияқты болып тұр, сондықтан да осылай істедім. Вот, әдемі болып көрініп тұр, маған ұнады. Енді бұның арт жағы аппақ болып қала берсе де болады, бірақ мен фон ретінде әдемі етіп боямын келіп тұр. Мен дәл қазір оны қызыл түске бояймын, және қатты емес, ашық етіп бояймын, қарындашпен әрине. Потому что фломастермен қатты болып қалады. Осылайынан ақырын істейміз. Қатты басудың қатты қажет керек емес. Мінекей, барлығын істеп шығамыз. Көріп тұрсыздар, мен әжерін тез-тез кеттім. Әрі мұнайған кішкене қаттырақ бас жерін мен ар жағы ашық болып қалды. Қазір сояғында кішкене тағы да бас жермесем, әйтпесе мұнайға қызылырақ, ар жағы аппақ болып тұр. Түсінікті деп ойлаймын, өте оңай артына салып. Міне енді қазір осындай декоративный ленточкамыз пайда болды, уже бір талы. Қазір екіншісіне көшетін боламыз. Так, қазір көріңіздер достар, қандай әдемі шығып тұр. Сіздерге камера не передает деуге болады. Вот, енді қазір екіншісін біз немен жасаймыз? Так, таптым. Екіншісін біз жапырақтармен жасайтын боламыз. Жапырақтарды білетін шығарсыздар, барлығымыз ағашын жапырақтар ше. Сондай жасыл жапырақтар жасайтын боламыз. Қазір сіздерге примерно көрсетемін. Және онда обязательно фломастермен саламыз. Сіздер басқаша салсаңыздар болады, но мен осылай жасаймын, міне. Осылай и ортасын басқалау жасыл түспен қазір бояп жібереміз. Мінекей, қандай түспен. И все. Енді біздің жапырағымыз дайын болды. Енді барлығын ішіп шығайық. Сосын сіздермен кездесеміз.
Мінекей достар, мен барлығын істеп шықтым. Және де мен дәл шиеге ұқсатқан сияқты, шиеге ұқсамайды. Біреу бер, біреу ары, біреу бер, біреу ары қарайтын істедім. Және әр жапырақты әртүрлі түске кіргенде боядым. Сосын ар жағын енді жасыл түспенен қарындашпен бағанағыдай фонын артын бояймыз. Дәл бағанағыдай. Мінекей, осылай бояп шығамыз. Негізі фон аппақ болып тұра берсе деп болады бұда да, но маған көбінесе жасыл болған күшті сияқты болып тұр. Сол үшін де жасылға бояп жатырмын. Сіздер оған дейін бояп жатқанша маған лайк басып кетіп ұмытпаңыздар, себебі бұндай видеолар көп бола бермейді әрине. Өзінің заттарымен бөлісетін деген сияқты ғой. Сол, вот так вот, короче, түсініңіздер ғой. Мен бұны өзім бұрыннан бері білем, негізі. Бұрыннан бері болғанда осы жылы, қыстарда бастадым біліп. Содан кейін білгеннен кейін осыны істеп жүрдім всегда. Всегда өзі бірақтал партия болған, менде өзімде қазір солар бар, әлі құртқан жоқпын. Солай так, енді достар, мінекей бояп болдым. Енді қазір үшіншісі бізде болады андай. Ай, достар, айтпақшы, қараңыздар, біз ұмытып кетіптік. Біз деген бір шие, тағы да екінші шие. Тағы да жапырақ, тағы жапырақ. Екі линияны істейміз деп едік қой, бірақ біз бір талап істептік. Ладненько, бұлай да ұзын болады, негізі менде барлық сондай ғой. Так, енді келесі бізде көріп тұрсыздар, осындай көбелектер болатын болады. Көбелектер өзі детский, самый легкий жасаңыздар болады, потому что декоративный лентада өте әдемі көрінеді. Негізі гүлдер жасаңыздар болады, бірақ менде еще гүлім бар, сондықтан да мен көбелек жасап жатырмын. Вот так вот. Енді әрқайсысын тура бағын жапырақ сияқты өстіп. Біреусін мындай қағаратып, біреусін мындай қағаратып, сөйтіп істейміз. Әрқайсысын әртүрлі формада істесеңіздер де болады, әрқайсысын әртүрлі цветте істесеңіздер де болады. Мен қазір әрқайсысын әртүрлі цветке бояймын потом. Сіздер оны көресіздер. Вот, қазір менің алдымда қара ручкамен басып шықтым, басқаларына қарағанда көріп тұрған шығарсыздар. Потому что фломастермен бояған қатты оқпама, сондай бір бәле болады. Енді қазір қарасаңыздар, мен шиені бастап шығамын негізі. Шиені потом басып шығамын, оған дейін қазір бояп алайық. Осылай әртүрлі түспен. Так, достар, мінекей дайын болып шықты. Енді бұның фонын біз қайтадан енді боятын боламыз, және мен розовый түспен боятын боламын. Так, бояйық. Сосын достар, бұлақты барлығын отқан шығыстар, типа как шетінен өту керек деп. Но нет, олай емес, бұл қарындаш ақырын боясаңыздар, үстінен не бастыра беруге болады, потому что фломастердің бетінен ол қарындашпен өтпейді. А вот если фломастер болатын болса, дәл қазір розовый қарындаштың орнында менде, онда вот ізі қалатын еді. Сондықтан да вот осылай ақырын-ақырындап ізін қалдырамыз. Ар жағында фон бояймыз яғни. Мінекей дайын болып қалды. Так, кішкене бүйтіп жіберейік. Болды. Так, енді келесі біз қазір төртіншісін салатын боламыз. Бізде төртіншісі, короче, зайчик білесіздер, кімге қоян соның құлағы болатын болады. Солай таптым. Ол құлағы жаңағы екі құлағы болады ғой. Былайынан болатын болады жаңағы. Қалай айтып кеттім өзім өше. Біреусі үстіде, біреусі астында, біреусі үстіде, біреусі астында қарап тұрған. Сондай қоянның құлағы болатын болады. Айтпақшы достар, бізде скоро қазір төртіншісінде жасап боламын ғой, одан кейін бізде екінші тест болатын болады. Потому что мен барлығын толтырсам уже қолым шашып кетеді. Сондықтан да мен қазір 4 тақталы лента жасаймын. Соңғы қоянмен. Вот, 4 осындай лента жасаймын. Одан кейін тағы да
2 часть болатын сияқты, өйткені осыдан кейін тағы да 1 часть болады, ол жақта 5-еу жасаймыз, одан кейін тағы да 1 часть болады, ол жақта да 5-еу жасайтын боламын. Сондықтан да комментарийға 2-ші часть деп жазып жіберіңіздер, сол кезде мен 2-ші частьін жасайтын боламын. Ал оған дейін мыналардан өйстіп бағытай жасап болдық. Міне қараңыздар, осылай шықты менде қоянның құлақтары. Енді әрқайсысын қандай түскесе боясам екен. Так, білмей тұрмын, может быть серый. Білмеймін вообще. Қазір бояп көрейік достар. Короче, мен деген қараңыздар. Осылай ақ болады да құлағы, просто розовый өстіп бояп қоятын болдым үшінші. А мына серый, бұяғын потом қиып алып тастаймын. Бұл осылай бояп көрген ғой, типа эксперимент сияқты жасап. Не очень шығады екен, сондықтан да өстіп әшейін ақ болады да, ортасын розаға бояп шығайық барлығының қазір. Өте оп-оңай, былай 1-2 линия істей саламыз и все. Өте оп-оңай, осындай әдемі болып шығады. Қараңыздар, нежненький болып. Кәдімгі аппақ қоян сияқты. Мінекей достар, мен барлығын бояп болдым. Жаңағы айтқандай, қазір мына жағын біз декоративный лента істеген кезде мына жағын кесіп аламыз. Ал енді осының барлығын бетін скотчтаймыз. Бір дәу етіп скотчтап жібереміз. Потом оның әрқайсысын қиып шығатын боламыз. Қазірмен мен скотчтап болғаннан кездесемін. Сол қазір еще мына шиен бетін жабу керек. То есть жаңағы немен, қара ручкамен. И мына қоянның артын қазір мен фонын жасамаймын, потому что осылай да өте әдемі болып тұр, енді фонын жасамаймын. Так, енді қазір скотчтайық. Достар, қараңыздар, мен скотчтап болдым. И скотчтап болғаннан кейін енді мына жерін көрдіңіздер, серый жағын кесіп тастадым. И мына алдын мен артында көріп скотч қалды, потому что біз қазір картончигі тұрған ішінде, сондай картончигіне жабыстыратын боламыз. Қазір үшін мына әрқайсысын қиып шығу керек. Айтпақшы достар, біз тегі айтып сіздер өліп тұрған шығарсыздар, мына жағында неге жабыспайды ғой деп. Бұяққа достарын скотч жабсам, сосын жылбаған кезде жабысуға да болады. Немесе екінші вариант, клей жағып жай ғана сесе болады. Мысалы, менің мынауым, міне бұлау қағаз, осындай қазір тоже жасайтын боламыз. Мына жағы просто обычный қағаз. Осы жағына біз клей жағымыз, а потом жабыстырамын. Мен сөйтіп всегда жүрмін, потому что менде әзірге двухсторонний скотч жоқ. Двухсторонний скотч болғанда сөйтіп істеуге өте оңай болады. Енді қазір әрқайсысын қиып шығайық. Сосын дайын болады. Сосын көрсетемін сіздерге. Мінекей достар, мен барлығын қиып шықтым. Достар, айтпақшы, мен ше қара ручкамен бастырым дедім ғой, соян бастырып кеттім. Жәйт болыпты. Енді міне ішінде осындай картончигін жасайтын боламыз. Ол үшін бізге туалетный бумаганың картончигі немесе любой бір қандай үйде картондарыңыз бар, содан жасасаңыздар болады. Осылай домалақ етіп жасайтын боламыз. Тоже 1,5 сантиметр қиып алып, тоже скотчтай саламыз. Сондықтан сол үстіне алып жабыстыра саламыз картончигінің үстіне. И еще сонда бумажкасын кәсіптеріне тоже жасайтын боламыз. Ол бүйтіп держать етіп тұрады да, и бұл бір жақсы, бұл қимылдап тұрады, бұл бәле қағаз вообще держателі. Әйтпесе деген неудобно кетеді ғой. Так, достар, мінекей бірінші картон жасап болдым. Мінекей іш жағын скотчтадым, сырт жағында скотчтадым. Дайын болып шықты. Қазір мен сіздерге біріншісін қалай скотчтайтынын көрсетемін. Например, көбелек алайық, мына скотч жағы бар емес пе, соны былай жабыстырамыз. Именно скотч жағын жабыстырамыз, потому что потом жабыстырған кезде ең соңғы осы бір көбелектер хотя бы қалқамас үшін картонға жабыстыратын болсақ, онда ол жағынан картон жыртылып қалады, сондай скотчқа жабыстырып қалады ғой. А бұл жақта біз скотчтың үстіне жабыстыратын болсақ, скотчпен бірге алынбай қалады да, и ол удобно болады. Мінекей осылай қазір оп-оңай кәдімгідей айналдырып шығамыз барлығын. Ручка жазып қалған ес. Так, мінекей болып қалдым. Енді қазір біз жаңа маленький бумажечкасын жасаймыз, ол держатель болады. Әйтпесе ол шешіліп қала береді. И жаңағыны мен не үшін ұстап тұр десеңіздер, мен жағын скотчпен жабыстырып қойдым. Тағы бір жағында скотч бар еді ғой, кусочкімен. Так, достар, мінекей дайын болды. Мен барлығын істеп болдым. Бақандай 4-еу шықты менде. Өзім бағана айтқандай, мінекей әрқайсының ішіне картончик жасадым. Мен жабыстырып қойдым. Енді қазір біз андай бумажечкасын істейтін боламыз, держателін. Мінекей осындай әрқайсысы әртүрлі болып шықты. Маған ұнап тұр. Мен маленький мен осындай бумажечкасын жасаймыз. Ең алдымен какой-то бір бумажечка аламыз. Менде короче не бар да, стикер маленький ше. Содан кусочек былай қиып аламыз керек жағын. Қазір міне осындай маленький кусочек, негізі толық болып кетті. Ну, окей, бола берсін. Так, потом қазір оны сіздерге көрсетемін. Былайынан, міне осылайдан қайырамыз да. Былай міне. И былай.
сосын мына аяғын алып артын қиып тастаймыз да мынаны клейлей саламыз. Клейлегенде қайдан скотчпен клейлей саламын, потому что ол шешіліп кетпейтін болады, оңай болатын болады. Міне осы жағын скотчтаймыз. И потом мына жағын алып тастаймыз, мына ленточка жағын. Бағанағы, то есть не жағын қалай еді, скотч жағын ше. Мінекей маленький кусочек скотч жыртып алдым. Енді осыны жаңағы сары біздің бумажечка бар емес пе, соған жабыстырамыз. Іш жағына жабыстырамыз, потому что сырт жағынан көрініп қалады и ол красиво болып қалады. Қазір сіздерге көрініп тұрған жоқ шығар, бірақ қазір көрсетемін. Мінекей достар, дайын болды. Осындай болып шықты. Мына жағы ленточкасын алып тастаймыз артық жағын. Енді шығарып алып тастайық. Қиып тастаймыз бұл жағын. И мына жағын потом клей жағып нетуге болатын болады. Так, мына жағын қайшымен алып қиып тастауға жетті. Қиып болдым. Енді мына бумажечкасын қайтадан өз ішіне салып қоямыз да орнына салып қойып қоямыз. Мінекей осылай дайын болдық. Осындай күшті шықты. Мына любой момент ашуға да болады, мына қимылдатуға да болады любой момент. Мысалы қазір мынаны қиып аламыз ғой біз кусочки, содан қалғанын нетуге болады. Қазір барлығын істеп шығайық достар. Барлығын істеп шығамыз да осылай. Айтпақшы достар, сізге айта салайын деп едім. Қазір міне достар, қараңыздар, осылай дайын болып шықты. Қазір мен айтатын затымды айтамын. Міне мысалы, көріп достар, мына бүйтіп қимылдайды ғой, иә. Не үшін ол бізге қимылдағаны қажет? Потому что қараңыз, например, біз мына кусочек аламыз ғой. И мен, например, мына кусочек қиып алайын деймін. И маған, например, мына жағынан аяқталса, онда мынаны сол жаққа қарай қимылдату керек, потому что бәрі ашылып қалады жартысы. Вот поэтому ол бізге керек, түсінікті деп ойлаймын. Менде осылай 4 шықты. Қазір мен сіздерге барлығын, өзімде барлығын санап қойып көрсететін боламын. Ал сіздер оған лайк басып, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Менде осылай жүрегім бар, налшыққа отырақ. Одан мынандай мысығымен бар, барлығын идеяларын сохранить жасаңыздар болады, осылай жасап алсаңыздар болады. Менде осындай арбузик бар. И еще менде тағы да бар. Мынандай цветочек бар. А еще мынандай сердечко, типа космос сияқты бар, еще сердечкасымен. Мынандай радужный бар, мынандай көк, фиолетовый, қызыл, бәрі араласып кеткен сондай цвет бар. И еще қазір қолымда тұр еще. Міне мынандай осындай тоже әдемі, осындай думақ. И типа соған ұқсайтын, бірақ нежненько розовый болып тұр. Сіздерге көрініп тұрған жоқ шығар, бірақ маған өзіме көрініп тұр. Мінекей барлығы осындай. Коллекция менің кейбіреуі уже бітіп қалды, кейбіреуі уже азайып жатыр. Міне тағы да қосылды. Көріп тұрсыздар, күшті болып шығып тұр, ұнап тұр, өте көп. Осыларды қазір сіздерге потом бөліп көрсетемін барлығын. Сіздер оларды суретке түсіріп алып, тоже можете өздеріңізге дәл осылай суреттерді салып алып, сіздерге тоже. Айтпақшы, давайте санаймыз. Қазір санамай, бірінші былай пирамид қарастырып қояйық. Күшті көрініп тұр. Мінекей. Қараңыздар қандай күшті барлығы. Мінекей. Әрқайсысы әртүрлі. Любой момент алуға жабыстыруға болады. Міне енді қалғандарын өзім айтқандай жасайтын болам 5-5 частен, потому что бұяқты өзі 10 штук екен. Сөйтіп, міне 10 штук, осының барлығын 5-5 істеп, 2 частқа бөліп сіздерге видео көрсететін болам. Если сіздер комментарийге екінші част деп жазатын болсаңыздар. Мінекей достар, сонымен дайын болды. Осылай болып шықты, бізде күшті болып шықты. Қазір санақ қанша екен? 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 тал екен достар. 12 тал міне дәл қазір.
егер сіздерге менің бұл видео ұнаған болатын болса, міндетті түрде лайк басуды, подписка жасауды және комментарийға тағы да қандай идеялар бар екенін жазуды ұмытпаңыздар, және де қоңырауды да басуды ұмытпаңыздар. Сонымен мінекей көздеріңіз көріңіздер, қаласында декоративный ленточка жасауға болады. Және де ойлаған шығарсыздар, зачем жасауға, если можно купить, сатып алуға. Но если кейбіреулеріңіз бар шығар, которые сатып алуға рұқсат бермейді, немесе зачем ол сатып алғанға, немесе просто ақшаларыңыз жетпейді. Сондай адамдарға арналған бұл идея. Просто сондай, если сіздерде жоқ болатын болса, можно осылай жасауға. Короче, все. Бай-бай. Goodbye.